Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен 3 түрлі қамыры өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын пиццаның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қамырына керекті заттар: ұн, су, сүт, ашытқы, сары май, кішкене қант, тұз. Енді таза тұрған ыдысымызға ең алдымен сүтімізді, суымызды және де тұзымызды, кішкене қантымызды, сары майымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып алдық. Енді үстінен ашытқымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды да салып, араластырып қамыр жасап аламыз. Міне ұн салып, қолымызбен де жақсылап араластырып қамыр жасап аламыз. Міне қамырымыз осылай жұмсақ болып шығуы керек және де көтерілуі үшін целлофанмен жауып 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз көтеріліп дайын болды және де мен 250 граммнан 3 бөлікке бөліп аламын. Бірінші маргарита пиццасын жасаймыз. Қамырын осылай пергаменттің үстіне қойып жайып аламыз. Жұқалығы осылай болуы керек. Енді оның үстінен соустың орнына мен кетчупты қолдандым. Жақсылап жағып аламыз және де сырымызды өткізіп аламыз. Сырымызды осындай теркінің қалың бетінен өткізіп аламыз. Міне сырымызды қамырымыздың бетіне жайғастырып аламыз. Енді біз қызанағымызды жұқа етіп турап аламыз. Міне турап алған қызанақтарымызды қамырымыздың үстіне жайғастырып аламыз. Міне қамырымыздың бетіне қызанақтарымызды жайғастырып алдық. Енді қызып тұрған пешімізге 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Енді екінші пиццамызды жасап аламыз. Оның да қамырын пергамент қағазының үстіне жұқа етіп жайып аламыз. Міне жұқалығы осылай болуы керек. Міне қамырымыздың үстінен кетчупты қосып жақсылап жағып аламыз. Өткізіліп қойған сырымызды бетіне сеуіп аламыз және де шұжығымызды осылай дөңгелекше етіп турап қамырымыздың үстіне жайғастырып шығамыз. Міне қамырымыздың үстіне жайғастырып шықты. Қызып тұрған пешімізге 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Енді үшінші қамырымызды дәл солай етіп жұқа етіп жайып аламыз. Міне жайып алдық. Енді қамырымыздың үстінен кетчупымызды жағып аламыз. Жақсылап жағып аламыз әдемі етіп. Енді өткізіліп қойған сырымызды қамырымыздың бетіне сеуіп аламыз. Сырымызды қосып алдық. Енді шұжығымызды жұқа етіп соломка етіп турап аламыз. Міне осылай соломка етіп турап аламыз және қамырымыздың үстіне жайғастырып шығамыз. Қызанағымызды да жіңішке етіп турап аламыз. Енді қызанағымызды да қамырдың бетіне жайғастырып аламыз. Мен банкідегі жүгеріні қолдандым. Қамырдың бетіне жайғастырып аламыз. Менде осындай көкөністі приправа, оны да үстіне сеуіп аламыз. Міне пиццаларымыз дайын болды. Қамыры бірдей, салмасы әртүрлі. Жерде жасап көріңіздер, өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Ең бірінші пиццамыз бізде қызанақпен жасалған. Екінші пиццамыз шұжықпен жасалған және де үшінші пиццамыз банкідегі жүгерімен және шұжық қызанақтармен жасалған пиццамыз. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер достар. Және де видеоны соңына дейін көріп, видеом сіздерге ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
және де әлі де көптеген алда рецептер болады. Сол себепті менің YouTube каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Жансұлу.